Міне сөйтіп, бұл арада Түркия, Грек, Еуропа, Америка, НАТО осы ұғым ортасында үлкен рөл ойнап отырған маңызды бір ұғым. Бұл грек факторы. Ал гректің Еуропа, Америкаға жақындығы, яғни НАТОның негізгі құрамы Еуропа, Америка елдері. О жердегі жалғыз түрі басқа, қоңырқай болып, қарақошқыл болып отырған түрік қана. Өңкей жаңағы аппақ көк көздер отыр, мұрындары қоқырайған көздері жаңағы тұздай болып, сол көк көздер отыр. Ол жерде қоңырқай болып, жүн болып, жағал болып, біздің түрік бауырларымыз ғана отыр. НАТОға тіпті Жапонның өзін қоспайды. Жапон мен НАТОның ең сенімді серігісің деп, осы жуырда ғана барып, НАТОның жаңағы әскери істерге жауапты лауазымдысы жапондарға барып, сендер НАТОның ең сенімді серігісіңдер деп қойды. Бірақ қоспайды. Неге? Жапонда әскер жоқ, Жапонда армия жоқ. Енді НАТОға түрікті қосып алды. Корей түбегіне түрікті отқайдап салды. Бірақ олар анау түрі қоңырқай, көзі қоңырқай немесе қара түріктен көрі, өздері тарихи тұрғыдан біздің терең тарихымыздың қайнар көзі дейтін гректі. Діні христиан, түріктің діні мұсылман. Түріктер азиат, гректер ақ нәсілді. Түріктің тарихы мұсылманның тарихы, гректің тарихы христианның тарихы. Енді сол гректі олар түріктен артық көреді. Гректі түріктен артық көреді. Сөйтіп, қырғи қабақ соғысы бар. Үнемі ұстасып қала беретін түрік пен гректің басын НАТОда қосты. Бірақ бәрібір барлық халықаралық дипломатиялық мәселелерде түрік қақпайға ұшырап, грек басымдылыққа ие болып отыр. Неге? Бәрінің нәсілі бір. Гректің нәсілі бір. Грек бүкіл Еуропа тарихының қайнар көзі, бүкіл еуропалық таным-нанымның қайнар көзі, ана оттың құдайы, судың құдайы дейтін ескі тарихынан бастап Еуропаның қайнар көзі. Еуропа тарихың жоқ десе, гректен бастау алады деп гректен бастайды. Міне, әңгіме қайда жатыр. Дүние осындай өз құдайдың бір хикметімен бұлай бірін байлап тастаған ғой. Сол грегің орыс екеу бірігіп праслап болады. Орыс екеу бірігіп праслап болады. Бұл ақтардың ішкі жағындағы жіктеліс. Христиандық ішкі жақтағы жіктеліс. Не көрдіңіздер ма? Енді гректі НАТОға кіргізу керек болды. Неге? Грекке орыстың шабуылы күшейе бастады. Орыстың қысымы күшейе бастады. Грекияда Совет одағыншыл гректер көбейе бастады. Совет одағын дәріптейтін, Совет одағымен қандайда бір жақындықты, діни жақындықты, праслаптық жақындықты дәріптейтін орысшыл грек ұйымдары көбейе бастаған кезде, енді Грекияда Советчіл, тіпті Советтің коммунистік идеологиясына бейім, солшыл демократтық бағыттағы, глобалистік бағыттағы гректер көбейген кезде Еуропа шошып кетті де гректі НАТОға кіргізуге шешім қабылдайды. Ал грек пен түріктің ортасында аралға талас бар. Енді көз алдарыңызға елестетейік. Түрікті неге Еуропа жек көреді? Неге жек көреді? Еңбекші халық. Қалай қарғынан қарасаң, ешкімге зәбірі жоқ халық. Енді мен мұсылмандарға бір сұрақ қояйын. Сендердің назарларыңдағы қасиетті жер, мұсылмандардың назарындағы қасиетті жерді Құдай сақтасын. Біреу барып, бір мұсылман емес халық барып жаулап алса, сіз сол халықты жақсы көресіз ба? Мекке мен Мединені барып, бір буддист елі жаулап алса, әлгі буддисттерді жақсы көресіз ба? Мекке мен Мединені бір христиан барып жаулап алса, әлгі христиан елді жақсы көресіз ба? Мүмкін емес. Діни сезім деген бар. Діни махаббат деген бар. Енді қараңдар. Қазіргі түріктің ең үлкен қаласы Стамбул гректің жері болады.
Istanbul, Aya Sofia, қазір Ердоған мешіт деп жариялаған Ая София, сол гректердің ескі храмы болады, ескі құлшылық ғимараты болады. Гректердің мемлекетін басып алып, сол жерде түрік мемлекетін құрған. Бұл түріктер Орта Азиядан Каспийдің бойынан кеткен көшпенділер болады. Яғни қазіргі Түркия Орта Азиядан атқа мініп, тері сасып, аттың үстінде жүргенден терлейсің ғой, тері сасып, сол грекке барып, сол гректің әскерін қынадай қырып тастап, анау әппақ сұлу қатындарын қатындыққа алып, сол жерде мемлекет құрып қалып қалған Орта Азияның көшпенді халқы болады. Қазақтар айтатын бақтиярлар. Сол бақтиярлар. Қазақтарда өте таңғажайып бір аңыздар бар, Бақтиярдың 40 бұтағы, Қырымның 40 батыры дейді. Ойлаңдар, Қырымның 40 батыры қайдан шықты? Анау айдалада қазір орыс пен Украинаның соғысы болып жатқан Қырым. Ода қазақ неге аңыз шығарды? Неге қазақта жыр дастаны шықты Қырымның 40 батыры? Анау Алтайдың тауында жүрген қазақ, Жетісуды хаулайлым қаулау деп Сүйінбайдың ақындар айтысын жаттап жүрген қазаққа Қырым қайда, қазақ қайда? Себебі Қырымның хандығы қазақтың хандығынан әскер сұрады. Неге? Орыс басып кіргелі тұрғанда. Сонда қазағың, найманың, керейің, албаның, алшының, кіші жүзің, орта жүзің, ұлы жүзің әскер аттандырды. Сол Қырымға аттандырған әскерлердің батырлық жыры Қырымның 40 батыры болып қазақ тарихында қалды. Жыр дастан күйінде қалды. Енді қараңдар. Қазақ тарихында ежелден айтатын Бақтияр деген тайпалар бар. Ол кім? Сол теңіз асып, Каспийдан асып, Қара теңізге барып, гректерді қынадай қырып кәдімгі. Еркектерін қырып тастап, қатындарын, қыздарын қатындыққа алып, сол гректің астанасы болған Константинополды алып, Константинополдың атын Стамбул деп өзгерткен қазіргі түріктер. Сосын бұл түрік Арабтың қанымен қосылды, үлкен империя құрды, Арабтың қанымен қосылды, Күрттің қанымен қосылды. Біз білетін, білмейтін қанша орта шығыстың тайпаларымен қосылды. Оған Османлы кезінде Испаниядан келген бәленбай миллион еврейдің қаны қосылды. Оған Грузиннің қаны қосылды, оған Арменның қаны қосылды. Біз білетін, білмейтін шығыс еуропалық қаншама халықтардың қаны қосылып, бүгінгі түрік дейтін кардаштарымыз қалыптасты. Бір түрікті қарасаң, қап-қара Үндістаннан аумайды. Бір түрікті қарасаң, беті жалпақ, көзі қысы қазақтан аумайды. Бір түрікті қарасаң, жағал-жағал, жүн-жүн болып, арабтан аумайды. Бір түрікті қарасаң, көзі көк беңбек тұздай болып, мұрны қоңқырайып, еуропалық ақ нәсілдіден аумайды. Бір түрікті қарасаң, қоңырқай көзді. Міне сол түрі әр алуан халықты бір тілде сөйлетіп, түрік дейтін халықты қалыптастырған тарих осы. Бірақ бұл тарихтың ар жағында гректердің қанды тарихы тұр, яғни гректің жеңілісі тұр. Өздерінің ең қасиетті жерлерін анау Орта Азиядан келген көшпенділер басып алды. Енді сендер ойлаңдар. Гректік тұрғыдан ойлаңдар, гректік тұрғыдан, христиандық тұрғыдан, ақ нәсілді жаңағы, нәсілшілдікпен ауыратын ақ нәсілділік тұрғыдан ойлаңдар. Ол үшін түрік кім? Түрік басқыншы. Ол үшін түрік жаулап алушы. Енді сен сол Еуропаға, Америкаға түрікті жақсы көр деп айта аласың ба? Айта алмайсың. Түрікті жақсы көрмейді. Түрікті жақсы көрмейді. Әңгіме осында жатыр. Тура жаңа мен образдап тұрып мысал айттым. Егер мұсылмандардың діни нанымы бойынша қасиетті қалаларды
мұсылман емес бір қауым басып алса, мұсылмандар соны жақсы көре ме? Жақсы көрмейді. Бізді кезінде жаулап алған орыстарды біз жақсы көреміз ба? Қазақ жерін жаулап алды. Орынбор әлі орыстың қолында. Сарытау әлі орыстың қолында. Қаратау әлі орыстың қолында. Қызылжар әлі орыстың қолында. Керекудің арғы беті әлі орыстың қолында. Абай атам, Абайдың арғаталар Құнанбай, Өскенбай, Кеңгірбайлардың өскен жайлаулары әлі орыстың қолында. Біз орысты жақсы көреміз ба? Жақсы көрмейміз. Маған 100 миллион доллар түгілі миллиард доллар беріп, Серікжан орысты жақсы көрші, елі білу тебе деп айт десең, айтпаймын, жақсы көрмеймін орысты. Ат басындай алтын беріп, Путин жан деп айтшы десе, айтпаймын, алтының құрысын деп айтам. Өмірімде бір орыстың қызының қолын ұстаған емеспін. Өмірімде орыстың қызының қолын ұстаған емеспін. Жеркенем, орысша сөйлеп, жаңағы, какай, мужик, прям, так деп, маған өзінің жақсы көретін сезімін, орыс түгілі қазақтың қызы орысша сезімін білдірген кезде жүрегім айнып кетеді. Мені мақтап тұрғанын біліп тұрам. Ти какай мужик, прям так, энергичный деген сөзді айтқанда, ой, атаңа нәлет, балқып сезіміңді білдіргеннің өзінде орысша сөйлеген болсаң, кет жары деп жек көріп кетем міне. Тура сол сияқты әңгіме. Тура сол сияқты әңгіме. Менің орысты қалай жек көретінім сияқты, мен Қытайды да солай жек көрем. Неге? Ілемді басып алды. Алтайымды басып алды. Тарбағатайымды басып алды. Менің туған жерім Сайрам әлі Қытайдың қолында. Атақты жердің жәннатындай Сайрам көлі Қытайдың қолында. Бүкіл қазақ даласын суландырып отырған біздің ана өзендеріміз, Іле өзенінің басы Қытайдың қолында. Бүкіл Ертістің басы Қытайдың қолында. Мен Қытайды қалай жақсы көрем? Ата жау деп айтатын сол. Менің жауым емес, атамның жауы болғандықтан ата жау деп айтамыз. Қазақтың 3 жауы бар: ата жау Қытай, ата жау орыс, ата жау Иран. Иранды діндес екен деп бүйректерің бүлкілдемей ақ қойсын. Ал бізбен діндес демес ал. Оны ұмытыңдар. Ол жау тарихтан бері, есте жоқ, ескі заманда, Тұран Қаныша заманда, Майқы бидің заманында бұл Қызылбас Иранмен біз Орта Азияның көшпенділер тарихтан бері соғысып келеміз. Сосын бізді соғыстала алмағаннан кейін ана сасық бұзылған теріс діндерін жіберіп, есегіне теріс мінгізіп, сарттарын жіберіп, содан жаңағы біздің тірімізден де бизнес жасап, өлімізден де бизнес жасап, бізді өздерінің идеологиялық экспансиясына салғысы келген қызылбастар солар. Міне, әңгіме осында. Енді жаңағы гректердің жерін түріктер жаулап алғаннан кейін, тарихи және нанымдық тұрғыдан еуропалық христиандық, нәсілшілдік және әсіре діншілдік аурумен ауыратындар жаулаушы басқыншы түріктерді ешқашан жақсы көрмейді. Бірақ НАТОға неше түрлі тарихи себептермен ырықты және ырықсыз факторларға байланысты мүше болған Түркия енді дәл қазір сол өзі бір кезде ырықты ырықсыз қалды НАТОға мүше болып кіруін кіріп алып, сол НАТОда қақпайға ұшырап отыр. Қандай қақпай? Түркия Еуро одаққа мүше боламыз дегелі қай заман. Бірақ Еуропаның есігінде телміртіп қойды түріктерді. Еуроодаққа мүше боламыз деген Түркия міне телміргелі ғасырға таяды. Еуроодаққа мүшелік қалмайды. Еуроодақ деген не? НАТО дегенде. НАТО солтүстік Атлант келісімі. Яғни ортақ әскери жүйе. НАТОға түріктің әскері керек, жері керек. Бірақ еуроодақ қаржылық финанстық жүйе. Ортақ базар. Ақша не?
Еуро. Түркия еуро одаққа неге кіргісі келеді? Себебі еуропалық қаржылық жүйеге кірмекші. Қазір лира құнсыз ба? Құнсыз. 2020 жылы 1 доллар 7 лира болатын. Қазір 1 доллар қанша лира болды? 15 болды ма, 16 болды ма? Білетіндер жазыңдаршы. Білетіндер жазыңдар. Лира демекші. жылы Түркиядан кететін кезде қалтамда біраз лира қалып қапты. Сол лирамды енді қазір өткенде бір санасам, оның бағасы 3-тен 1 ма, жарты ма сондай құнсызданып кетті. Мынау. Түрік лирасы 200 лира. 200, мынау 600, 800, мынау мен 1000, мынау 5 лира қой деймін, 5. Мынау 20 лира қой деймін, 20. Міне, сол қалтамда жүр, советі жүр міне. Қалтамда жүр. Анда-санда Америкада көрсетіп қоямын, мына ақша деп. Мысалы, бұл құнсызданып кетті. Қатты құнсызданып кетті. Ал түрік неге еуроодаққа кірмекші болды? Осыдан ақ білерсіздер. Неге? Бұл жердегі әңгіме еуроодаққа кірсе, түріктің экономикасы кепілдікке болады. Неге? Ортақ ақша лира. Қазіргі лира күннен күнге құнсызданып барады. Қазіргі лира күннен күнге құнсызданып барады. Әңгіме қайда жатыр. Екінші, еуроодаққа Түркия кірсе, Түркия үлкен жұмыс табады. Құрттай жерде 80 миллион халық отыр. Жұмыс жоқ. Жұмыс жоқ. Таңнан кешке донер жасайды. Таңнан кешке шаурма жасайды. Еркектері жан таласып жұмыс істейді. Супермаркеттеріне барсаң, еркектері бүкіл жаңағы аларман еркек. Ресторанына кірсең, бүкіл тамақты еркек жасайды. Ой, бұл түріктің қатындары не деген бақытты деп ойлап қаласың да. Ана базаршы да еркек, қазаншы да еркек. Бұл бәрін еркек істейді да. Бәрін еркек істейді. Түркияда жүргенде мен бір түрік жігіттермен сөйлесіп қалам, айтам. Мен өмірімде тамақ жасап көрмеппін десем, сенбейді. Мен өмірімде барып, ана супермаркеттен барып бірдеңе алып көрмеппін мен өмірімде. Өзім өз болып, байпақ, ішкиім алу құқымыздан, ол құқының бәрін тапсырып қойғанбыз бір кісіге. Ал өз жерде бүкіл еркек жүреді. Жаңағы тауарларды көріп, мынандай бүйтіп көріп, бүйтіп оқып еркектер жүргенде, ой, мыналарыңда бас деген бас екен ғой дейміз. Біз өзіміздің киім шкафта тұрған киіміз, ой, менің киімім жоқ қой, қайда құдай, ана алдыңда тұр ғой, ана қара костюмның мына жағындағы деген, ой, жоқ, таппадық қой деп. Сон бір кісі кеп, міне ғой, мынау, бұл менікі ма деп қасың ғой. Сенен басқа кімдікі адақ па? Міне, біз өзіміздің киім шкафымыздағы киімімізді таппаймыз. Олар ана жерге барып бүйте, мына заттарды оқып көріп, мына айран мынандай ма, мынаның проценті мынандай, мына жердегі айран мынандай екен деп оқып тұрғанда мен ойладым, түріктің еркегі енді. Мен білмеймін олар әйелді неге алады. Мен Америкаға келіп бірінші рет ыдыс жуатын аспаптың күнөпкісін басып көріппін. Америкаға бірінші рет киім жуатын кір жуғыштың күнөпкісін басыппын. Бірінші рет. Сонда Вашингтондағы Американ әйел жатып кеп таңырқайды. Сенде бұндай заттар жоқ. Ол ойлады ғой, мен бір ат мініп, түйе мініп, жаңағы. Ол мен ойлады, көшпенді қазақ екен ғой. Түйе мініп жүріс, бізде киім жуатын, ыдыс жуатын аспап жоқ. Ой, апа, бұл атам заманда біздің бала күнімізде бар зат деймін ғой, бала күн. Енді сен неге білмейсің дейді. Мен айтам,
біз бұндай мен шаруамен қатысымыз жоқ, бізде арнайы адамдар бар дайым ғой. Мысалы, енді бұл жерде бәленбай еркек біледі, мысалы, үйлеріңізде ыдыс жуатын, тәрелкі жуатын аспапқа соның қай жерін басады, қай жеріне сабын салады, білесіздер ме, білмейсіздер ме? Міне, түріктер істейді. Ал бұны неге айтып отырмын? Себебі Еуроодаққа кірсе, бүкіл Еуропаның асқана бизнесі, дәм бизнес, тамақ бизнесі түріктердің қолына өтеді. Бүкіл Еуропаның құрылысы, жол салуы, туннел қазу, көпір салуы түріктің қолына өтеді. Еуроодаққа кірсе, бүкіл Еуропаның ресторанный бизнесі, қонақ үй бизнесі түріктің қолына өтеді. Еуроодаққа кірсе, бүкіл Еуропаға керекті пластик трубадан есік, терезе, ең соңында киім кешек, бенет, қысқасы сол түріктің қолына. Еуроодаққа кірсе, бүкіл Еуропаның шашын түріктің шаштары азалады. Әңгіме қайда жатыр? Бүкіл Еуропаның бизнесі түріктің қолына өтеді. Неге? Еуропа қартайды, кәртейді, олардың еркектері үйленбейтін болды. Неге? О жерде әйелдердің құқы, баладардың құқы дейтін заттар бар. Адамдар барған сайын рахаттан бар, мына байлықтан бар. Адамдар қалыпты отбасылық құндылықтарды ұмыта бастады. Адамдар эгоист, жекешіл бола бастады. Үйленіп, одан қатынға табысыңның жартысын бөліп, ажыратып кетсең үйіңнің жартысын беріп, немесе рухани төлеп, одан бір бала туғызтып, оны оқытқанша, жоқ, мен айлығым жетеді, зарплат жетеді. Қатын керек болса Тайландқа барып ұшып барады, қатын керек болса Макауға барады, қатын керек па анау кедей Азия елдеріне барып, жаңағы шаруасын бітіріп қайтып келеді. Үйленбей бойдақ жүретін көбейді. Енді осыдан барып әңгіме туады. Не әңгіме? Әйел адамның табиғаты мың жерінен еуропалық болса да, мың жерінен осы замандық әйел болса да, мың жерінен ол романтиканы жақсы көретін әйел болса да, Құдайдың әйел затына берген табиғаты отбасы құру және балалы болу. Отбасы құрғысы келмейтін әйел болмайды. Бала туғысы келмейтін әйел болмайды. Әрине, сәбеттік, сайтандық тәрбиеден сырт. Сәбет кезінде адамның табиғатына қарсы түрде әйелдерді кәрер ағуған, білегі жуан, бақырған, арақ ішетін, жаңа ғылым қуып кетті лақпатта бір мәнсапқа бар, бір жердің бір директоры болған қатынды кәрер ағуған дейді. Атасының бас кәреран кәрері бола берсін. Бала керек, отбасы керек қой. Оны әдей Совет одағы табиғатқа қарсы шайтани сипатпен әдейге сондай бір ызақор, ашушан, қатаң, іскер әйелдердің образы сомдады. Анығында ол әйелдердің барлығы бақытсыз әйел. Ол әйелдер. Сол кәрері ағуған, доктор болған сол әйелдерің өмірінің соңында өкініп, ана өзінің апа сіңілдері, немесе достары, ана сасық алқаш байының қолаңсасын естіп, ана сасық дамбал байпағын жуып жүрген сол әйелдердің бақытына қызғанышпен қарайтын дәрежеге түсіп қалады. Неге? Әйелдің Құдай берген табиғаты ұрпақ сүю, ұрпақ жалғау. Құдай оған сол инстинктті берді. Ол бүкіл малдың ұрғашысына да сол табиғатты берді. Ұрғашы мал артынан жыртқыш аң қуғанда, ана өзінің жаңа туған төлі қаша алмай тұрғанда, жыртқыштың аузына барып, өзін беріп, ұрпағын жібереді. Аң екеш, аңның ұрғашысы өзінің ішінен шыққан ұрпағын құтқару үшін жыртқыштың аузына өзін құрбандыққа шалады. Міне бұл жаратушы Алланың, жаратушы Құдайдың әйел затына берген табиғаты. Енді Еуропада қазір отбасылық құндылық құлдыраған кез. Отбасылық құндылық құлдырады. Неге? Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бүкіл Еуропа, Америкада жыныстық еркінсу дейтін бір ауру тарады. Жыныстық еркінсу деген не? Ол еркектердің шексіз әуейлікке берілуі, әйелдердің де шексіз жаңағы ұят болады, анау мұнау жоқ. Күніне еркек бір әйел емес 10 әйел ауыстырама, мына әйел 10 еркекпен жүреме, ешкім
ар-ұждан, моралдық тұрғыдан ешкім кінәламайтын бір қоғамдық үрдісті қолдан жасады. Сөйтіп оның атын әдемілеп романтика деп қойды. Романтика деп қойды, романс деп қойды. Ол ең соңында бүкіл Еуропа, Американы құрдымға апара жатқан қоғамдық бүкіл қайшылықтың қайнар көзі болды. Неге? Әйелдің табиғаты оған көнбейді. Әйелге 100 еркекпен көңілдес боп, дос боп, шарапханада шарап ішіп, сыраханада сыра ішіп, виски ішіп, пива ішіп, қызыл шарап ішіп жүргенмен оған үйіне келгенде құшақтап жататын бір еркек керек. Оған 100 еркекпен романтика болып, жаным, күнім, күйдім, сүйдім деген 100 еркектен үйіндегі бір бай артық. Оған 100 еркекпен болған тәтті елестен үйіндегі өз іңгәлаған сәбидің үні артық. Міне әңгіме қайда жатыр. Әңгіме қайда. Бұл әйелдің табиғаты. Ал енді еркектер әсіре өзімшілдікке бет бұрғаннан кейін, мысалы, үй алады, көлік алады, жұмыс жасайды, компания құрады, тірлік істейді. Әсіре өзімшіл болғанда қайтеді? Ол жауапкершіліктен қашқақтай бастайды. Неге? Оған әйел қол жетімді. Отбасы деген әуре, басыңда ортады, анау мынау. Жоқ, оған қол жетімді. Шарапханаға бара қалса толып тұр. Былай бара қалса толып тұр. Баяғыда еркектен жауапкершілік сұрамайды. Олардың да санасына кинолар арқылы, үгіт насихат арқылы, ой, ол еркіндік, ол сенің денең, сен оны қалай қаласаң беріп қой болды. Сен адамсың, сен анау ұят болады деген бәрі бекер, мынау ұят болады деген бекер. Сен өзің қалап тұрсың сен. Міне. Ал бұл еркектерге шексіз әуейлікті бергенмен, бара-бара еркектер жауапкершіліктен қашатын, ұрпақ өсіргісі келмейтін, отбасы құрғысы келмейтін, керек кезінде шаруасын шешіп, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап өтетін еркек көбейді. Енді осыдан барып Еуропа жан саны жағынан теріс өсімге кете бастады. Жау шаппай, оқ атылмай, ауру тарап миллиондап қырылмай, салаң-салаң еткен бойдақ еркектер, салаң-салаң еткен бойдақ әйелдер. Жасы 35-тен, 45-тен өткеннен кейін әйелдің базары тарай бастайды, ажары қайта бастайды. Енді ол көзінің айналасын әжім басқан, тамағы қатпар-қатпар болып әжім басқан. Баяғыдай жас күніндегідей қылықты болып энергиясы тасып тұрмаған, шаршаған, 100 еркекпен романтика болып, бірақ ішінен бір еркектен мен сені сүйем деп, бір тізерлеп тұрып қолына жүзік сала алмаған, сен маған ұрпақ туып берші, мен сенен баламды жалғастырғым келеді дейтін бір еркек таппаған әйел қу тізесін құшақтап, енді 40-тан өтіп бара жатқан кезде барып, өзінің ақмақ болғанын, алданғанын біледі. Неге? Оның табиғаты Құдай жаратқан болмысы жаңағы ойнап күлуге жаралмағанын сонда барып біледі. Енді осындай кезде мұсылмандық табиғаттағы отбасы құратын, кіндігінен болған ұрпағына өзінің дінін, тілін, дәстүрін үйретуді міндет қып сезінетін азиялық менталитеттегі түріктер Еуропаға 80 жылдардан кейін бара бастайды. Енді қайтеді? Жаңағы бәленің бәрін көріп қойған, әр шөптің дәмін татып қойған, ананы да шайқап, мынаны да шайқап, бәрін разы қылып қойған. Енді ол жаңағы демократиясының да еркіндігінде, гендерлік саясатында, феминизмдік саясатында бәрін көріп қойып, ой, бұның бәрі бай болмайды екен, маған жеке меншік бай керек екен, жеке меншік бала керек екен деп, қу тізесін құшақтап отырған Еуропаның ажары қайта бастаған, базары тарқай бастаған
көзі көкшірейген, мұрны қоқшырайған сылқымдарына біздің жағал жүнтөс қардаштарымыз барады да, бас салады да романтиканың жетекесін көрсетеді. Бас салады да махаббаттың қандай екендігін танытып жібереді. Одан кейін олар айтады, сен маған қатын бол, мен дөнер пішіріп, шаурма пішіріп сені берейін дейді. Өмірінде еркектен ол көрмеген, виносында ішсе ішіп қояды, намазында оқып қояды, 100 граммда ішіп қояды. Содан әлгі айтады, бол, сен шаршама, бол, үйде отыр, болды да қояды. Өзі маркетке де өзі барады, ақшаға да өзі барады, үйіне келіп дөнерінде өзі пішіреді, шаурмасында береді. Ана еуропалық қатынның күткені сол. Ту дейді, ойбай дейді. Үйленесің бе дейді. Қолына жүзікті де салып жібереді, некесінде қиғыстады. Содан қижабында арап тастайды ғой, бізде сен шашыңды жап дейді. Ана қатын енді шашыңды жап демек түгіл, неңді жап десе жабайын деп тұрған қатын ғой. Ол еркектен тойып түңіліп. Енді оған бір тыныштық керек. Ол анау желкенсіз желді күні қаңғып жүрген кеме сияқты ғой ол. Бәрі ана жартасқа да бар бұрылды, мына жартасқа да бар бұрылды. Ана бардан да көрді, мына бардан да көрді, ана шарапханадан да көрді. Араққа шылқиып тойып алып, ертесі есін жиған кезінде төсекте құшақтасып жатқан еркекпен аты жөніңіз кім, танысайық деп жатты. Оның бәрінен өтіп қойды ғой ол, көріп қойды ғой оның бәрін. Енді ол шаршайды ол әйелдің табиғаты. Әйелге тұрақтылық керек. Әйелге еркектің жылуы, махаббаты, бала керек. Енді соны жаңағы біздің қардаштар берді ғой. Енді сол қардаштар берді оған, отбасылық құндылықты берді. Сон басынан сақ еткізді, жаңа орап тастады. Бізде жаңа кәмпиттерді орайды жаңағы. Ашық тұрған кәмпитке шыбын қонады деген сияқты. Орайық сізді деді. Болды, орасаң орашы деді. Түнде жекеменшік байым болсаң болды деді. Туғызасың ба деді. Туғызды. Не дәстүрі бар, анадан да мынадан да үйленіп үйренген халық жаңағы. Гректің де қатынын алған ата бабасы, армянды да алған, грузинді да алған, албанды да алған, сербті де алған, орысты да алған, арапты да алған, күртті де алған, иранды да алған, бәрін алып қойған. Оларды бәрібір алды да, французыңды да алды, немісіңді де алды, ағылшыныңды да алды. Болды. Бұл енді Еуропадағы ақ нәсілшілдерге ұнамайды бұл. Неге? Жаңағы өздері қатындыққа алмаған, өздері еркектік борышын өтеп, отбасылық құндылықты бере алмаған әйелді енді біздің қардаштардан қызғана бастады. Неге? Жаңағы әйелдер орана қалды. Алқам, салқам жүрген қызың бір жылға жетер жетпей, 2 жылға жетер жетпей оранып шыға келді. Еуропадағы ана жылуын төлей алмай, газын төлей алмай, электрін төлей алмай тұрған шіркеулерді түріктер барды да сатып алды да, төбесінде кресті жұлып алды да, айды қоя салды да, мешіт қып жіберді. Бұның барлығы Еуропаға ұнамайды. Ұнамайды. Жасырары жоқ, ұнамайды. Міне адам баласының нәсілшілдігі қайда жатыр? Ұнамайды. Ана шіркеуге өздері бармайды. Оның жылуын, электрін өздері төлемейді. Бейшара поптар жаңағы жылуын төлей алмай, ол $1 миллион, $1 миллион евро қарыз болып, электрге қарыз болып отыр. Міне, енді барды да Еуропада исламдасу басталды. Бұл Еуропаның нәсілшілдеріне ұнамайды. Енді қайту керек. Ол түріктер анау 70-80 жылдарда Еуропаға жұмысшы болып келген түріктер. Енді оны кәдімгі Еуродаққа кіргізтіп, лираңды таста бәріміз еуро болайық деп. Енді Еуродақтың шарты бойынша түріктің дәрігер Еуропаның барлық жерінде дәрігер. Түріктің қара жұмысшысы Еуропаның барлық жерінде жұмыс істеуге құқылы қылып қойса, онда бітті. Бүкіл Еуропаның бизнесін түрік алған тұр. Бүкіл Еуропаның кәрі қыздарына түрік бай болған отыр. Түріктер жүр ғой Қазақстанда да. Түркияда бір қатыны бар, баласы бар, оқып жатқан ана қатыны оқытып жатыр. Қазақстанға да келіп, бәленбай қатын алып, Шымкенттен бір қатын алып, оқытып,
Алматтан бір орыстың қызын қатын қылып алып, оны дінге кіргізтіп оқытып қойып, Шымкентке барып бір қазақтың не өзбектің қызын алып оқытып жүрген түрік жетеді ғой. Міне әңгіме қайда. Жалпы бұл Еуропаға ұнамайды. Еуропадағы нәсілшілдікке ұнамайды. Сонымен Түркияны Еуроодаққа кіргізбейді. Әңгіме осында жатыр. НАТОның құрамындағы Түркияның Еуропаға кіре алмауы НАТОның ішкі жағындағы жіктелісті тудырып отыр. Бұл Путинге көктен тілегенін жерден бергендей үлкен орай болып отыр. Путинге көктен тілегенін жерден бергендей орай болып отыр. Енді бұл Путин, ана біздегі ана зікірші Сметолла Мақсумның айтуы бойынша Путинжан Ердоғанжан бергел деп шақырып, оған біздің Тоқайып бергел деп біздің Тоқайып маймаң етіп ол барып, сонымен диктаторлар бірін-бірі басынан құшақтап, ой бауырым ой деп диктаторлардың бірін-бірі құшақтап отырған отырысы содан. Міне, әңгіме қайда жатыр. Бұл жерде Еуропа өзінің қос стандарт, қос өлшемін Түркияға да қолданып, анығында Түркияның Ресейге және Қытайға жақындауына жол ашып беріп отыр. Бұл дәл қазіргі Орыс-Украин соғысында Еуропа тарапынан, яғни батыс тарапынан жасалған үлкен қателік. Дәл қазіргі бірінші кезекте Путинді жалғыз қалдыру бірінші кезекті саясат еді. Путинді ауашалау керек еді. Түріктің қандай талабы болса да көніп, Путинді ауаша қалдырып, көмексіз қалдырып, Путинді құртып, одан кейінгі ішкі қайшылықты одан кейін шешу керек еді. Бірақ Путинді ауаша қалдырмай, түрікті түртпектеудің арты түріктің диктатор шалының Путиннің құшағына кіріп кетуіне алып келді. Ол міне түріктің 13 компаниясының ақштың санкциясына ұшырауынан білінеді. Бұның арты жақсылыққа апармайды. Путинге қолдау көбейіп тұр. Путин жалғыз қалып еді. Қытайдың өзі Путинді лақтырып еді. Ши Цзиньпиннің өзі шетелге тыққан ақшаларынан қорқып, бір компаниялар арқылы Ресейге жасырын керекті чиптерді жіберді. Ол чиптерден Ресей тиісті әскери техниканы жасай алады. Бірақ Қытайға бірден санкция салғанда, Қытай есін жия қойып, Американың алдында жаздым, жаңылдым, Ресейде менің қақым жоқ деп шыға келген еді. Енді түрікке тиісті, ал түрік бірден Ресейге санкцияланған заттарды жіберу арқылы, ал оған батыс санкция салу арқылы оттың үстіне май құйып жатыр. Бұл батыс дипломатиясындағы үлкен қателік. Өте үлкен қателік. Бұл Путиннің өмірін ұзарта түседі. Әңгіменің түйіні осында жатыр. Енді Түркия неге күрд мәселесінде Қытайға тізе бүкті деген тақырыпты айтайық. Күрдтерді Қытай қарумен қамдады. Сириядағы күрдтердің атқан қаруының бәрі Қытай жасаған орыстың АК-47. Қытайда өндірілген АК-47 пулеметі болды. Олардың ататын миналары, бомбаларының барлығы Made in China болды. Себебі Қытай ашық теңіз арқылы Сирияға келіп, өзінің каналы арқылы Сириядағы күрдтерге қаржылай және қарумен көмек бергендіктен, енді Сириядағы күрдтер Түркиядағы күрд мәселесіне кіреге бастады. Ал қарулы күрд мейлі түріктің сыртында болсын, мейлі түріктің ішкі жағында болсын, ол Түркия мемлекетінің бір тұтастығына, тыныштығына қауіп.
Енді Қытай Түркке айтты: сен ұйғырды қолдасаң, мен күртті қолдаймын деді. Сен ұйғырды қолдап халықаралық мінберде біздің ұйғыр қардаштарымызға қысым жасама, геноцид жасама десең, мен ана жақтан күртке соншама қару беремін деді. Және берді де. Тіпті Қытайдың көсе әскерлеріне жасанды сақалды жапсырып, Қытайлар көзі сықсырайып тұрып, өтіріктен күрт болып соғысқа қатысты. Енді осыдан барып Түркияның алдында таңдау тұрды. Қандай таңдау? Түркия Қытай сияқты, Қытайдың күрттерге қарумен көмек берген сияқты, ұйғырларға қарумен көмек бере ала ма? Бере алмайды. Неге? Ұйғыр құрлықтың ішінде. Мына жағы Ауғанстан, мына жағы Пакистан, Кашмир, Үндістан тұр. Ешқайсы түріктің одағы емес. Ұйғырлар теңізге тіреле ма? Жоқ, теңіз тірегі жоқ. Мына жағы Қырғызстан, мына жағы Тәжікстан, Ташқорғанмен шегендер. Мына жағы Қырғызстан, мына жағы Қазақстан. Ұйғырдың жеріне шектесетін елдің бәрі кімдер? Қытаймен одақ. Қытайдың құлы былайша айтқанда. Қазақта Қытайдың құлы, Тәжікте Қытайдың құлы, Қырғызда Қытайдың құлы, қазіргі ауғандарда сақалы биттеп кеткен Қытайдың құлы, Пакистан ол Қытайдың екі бастан кесік құлақ таңбалы құлы. Енді қалай? Түркия, сен күртке қару берсең, мен ұйғырға қару берем деп, ұйғырға қару апарып бере алмайды. Ұйғырдың теңізге тірелетін порты жоқ. Айналасының бәрін Қытай алып қойған. Ұйғырлар еш көмексіз қалды. Неге? Ұйғырдың айналасында шектесетін жердің бәрін Қытай алып алды. Қазағыңды да Қытай сатып алды, қырғызыңды да Қытай сатып алды, тәжігіңді де сатып алды, ауғаныңды да сатып алды, пәкістаныңды да сатып алды. Ұйғырға енді көктен ұшқан құс, жерден өрмелеген тышқан кіре алмайды ұйғырдың жеріне. Түрк те кіре алмайды. Енді қайтеді? Қалқарада ұйғырларды қолдаймын деп Ердоған айғайлағанмен пайда жоқ. Ердоған тек ауыз көмек береді, аузымен көмек береді. Одан басқа көмек бере алмайды. Ал Қытай күртке аузымен көмек бермейді, ол қару береді. Ал ол қару Түркке қарсы оқ болып атылады. Енді Ердоған ойланды, жоқ болды. Оған өзінің тағы керек. Оған өзінің мемлекеті керек. Енді сол Қытайға барды да Ердоған тізелеп тұрып, сен күртті қолдама, мен ұйғырды қолдамайын деді. Қытай окей де, қуанып кетті, түлкі Қытай. Окей деді. Онда сен менің қарыз аласың деді. Ердоған әрине ол ақша керек еді. Сон Стамбулдағы бір көпірге 3 миллиард доллар, ана жерде бір көпірге 1 миллиард доллар. Енді Қытайдың бүкіл зауыты Түркке кірді. Ердоған ойланды. Ай далада ұйғырға көмектесіп, ата жау күртке қару бергізгенше, мынау Қытай не деген жақсы. Күртке қару берме десем бермейді екен. Өзіме ақша береді екен. Міне, Ердоған есептеді. Қытай мә деп 1 миллиард бере салады. 1 миллиард долларды Ердоған табу үшін есептеді ғой бүйтіп. Қанша донор сатсам 1 миллиард табам, қанша шаурма сатсам 1 миллиард доллар табам деп есептеп, шаша қарып кетті де шалдың. Ай болды, ұйғырды қой, көмектеспеймін деп. Сол Қытайдың долларын алды кеп. Енді қазір Түркияны Қытай басып қалды. Түркияны Қытай басып қалды қазір. Түркия, тәуелсіз Түркия, кезінде Осман Түркі империясын құрған Түркия, ата-бабамыз, ортақ ата-бабамыз көк түрік заманында Қытайлардың тізесін дірілдеткен Түркия, түркі халықтарының ішіндегі ең күшті мемлекетті құрған Түркия, Қытаймен ортақ шекарасы болмай тұрып, ай далада жатып Қытайға барып, өзі барып тізелеп,
маңдаймен жерге сәжде жасап, Қытайға құл болды. Міне, шындық осы. 2018 жылы Түркия мен Сауди Арабияның Қытайшыл саясаты туралы сөйлеген лекциямда мен бұны айтқанмын. 2018 жылы. Саудияң да Қытай құл, Түркияң да Қытай құл. Міне, аға бауырлық деген жоқ. Аға бауырлық. Бұл жерде билеуші таптың, тіпті билеуші диктатор бір тұлғаның жеке бастық амбициясы тұр. Ердоғанның жеке бастық саяси мақсаты тұр. Сондықтан қазақтар Ердоғанның ана керемет қырағатпен оқыған Құранын естіп балқып кетпеңіздер. Ердоған кәдімгі сатымсақ сат. Ердоғанға кім ақша берсе болды, сол маңызды. Ердоғанды пантүргізімші екен, Ердоған түркшіл екен, Ердоған қазақты қолдайды екен деген тәтті қиялдарыңды ұмытыңдар, қалталарыңа сап қойыңдар. Ердоған қазаққа көмектеспейді. Ердоған қазаққа көмектессе, қаңтарда қанды қасап қырғын жасағанда қазақтарды қорғап бір ауыз сөз айтқан болар еді. Үнсіз қалды. Әңгіме қайда жатыр қазақтар? 1 минут күтесіздер ма? Мен бір кесе шай алып келейін. Эфирді үзбейін. Күтем десеңіздер, шай алып кеп жалғасты ішем, тамағым құрғап кетті. 1,5 сағат сөйледім ба? Күтесіздер ма, күтпейсіздер ма? Күтпейім десеңіздер, онда демала беріңіздер. Күтсеңіздер, 1 минут күтіңіздер, мен бір кесе шай алып келейін. Жақсы, сосын сөйлейім тағы.
Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы қайтадан келдік. Баяғыда аталарымыздан қалған дәстүр ғой. Қайтып келгенде топқа қайта сәлем беретін аталарымыз. Ал бұл жерде Ердоған мәселесі мен түрік мәселесін бөле қарайық. Жалпы түрік халқы бөлек, Ердоған бөлек. Мемлекет бөлек, ұлт бөлек, білесіздер. Назарбаев Тоқаевтың қазақ халқын улаған саясатында мынандай бір ұғымды қазақ халқына тікелей және бейресми сіңдіріп отырды. Ол қалай? Мына мемлекеттің билеуші табы кетсе дейді да, содан мына қазақтың егемендігі құрайды дейді. Қазір Қытай коммунистері не дейді? Қытай компартиясы болмаса жаңа Қытай болмайды дейді. Жаңа Қытай деген мына Қытай коммунистері құрған Қытайды айтады. Тоқаев өзі сол ескі тонын теріс аударып киіп алып, ана қанған білегін сүртіп тастап, жаңа Қазақстан құрам дейді. Жаңа Қазақстанды кім құрып отыр? Қанішер ескі Тоқай, ескі Назарбайдың командасы. Сол өңкөй жаңағы Совет сасыған, орыс сасыған, жаңағы өңкөй шал шауқан қалдыр құлдыр өңкөй ескі тулақ сүйреткен міне сол сұмырайлар құрып отыр, суайттар құрып отыр. Енді қара. Тура сол сияқты Назарбаевта, егер жаңағы Назарбаевтың үгітшілері де қайтты, сендірді. Назарбаев Тоқаевтық жүйеге сендірді. Олар құлап кетсе Қазақстан құрайды. Жоқ, аспан алақандай жер тебінгідей кезде қазақ халқы бар. Және бұл қазақ халқы орыстың, қызылбастың, Қытайдың ортасында мемлекет құрып отырған бұл халық қияметке дейін барады. Қазақ халқы қияметке дейін жалғасады, жойылмайды. Жойылатын халықтың санатында емес қазақ халқы. Қазақ халқын Құдай жаратқанда осы Қытайға төтеп беретін бір халық осы қазақ деп бізді Қытайды мына Орта Азиядан асырмайтын қылып шегендеп кеткен Құдайдың өзі. Мына орыс жауыздар, зұлымдарды Орта Азиядан тосатын деп бізді шегендеп кетті. Қазақтар орыспен 2 ғасыр соғысқанда Орта Азияның басқа халықтары самсасын пісіріп, палауын пісіріп жүрді. Олардың палауы неге дәмді? Себебі қазақ орыстың 5000 әскерін өлтірен ба, 6000 әскерін өлтірен ба деп жүргенде, олар бір қазан палауға 5 сәбіз қосан ба, 6 сәбіз қосан ба деп соны зерттеп жүрді олардың еркектері. Ал біздің еркектеріміз орыспен 2 ғасыр соғысты. Мына ұлан ғайыр даланы қазақ жайден жай қойшының таяғымен қорғап қалған жоқ. Қазақ даласының әрбір түйір топырағы қазақтың баһадур батыр ұлдарының қанымен суарылды. Бұл қасиетті жер қазақтың жері. Орыстың аяғы шығыста Камчаткаға жетіп, шығыста Аляскаға дейін жетіп, орыстың аяғы анау Беринг бұғазына, Жапон теңізіне жеткенде, сол анау қиыр шығысқа Сахалинге жеткен орыс Орта Азияда Өскемен Семейді ала алмай отырған себебі қазақтың күрескерлігінен. Енді мынау түрік Ердоған емес, Ердоған түрік емес. Ердоғаннан кейін 1000 Ердоған келсе де түрік халқы мәңгілік түрік халқы болады. Себебі түрік тарихта үлкен империялар құрған, өркениет жаратқан, анау бүкіл еуропалық өркениеттің қайнары тамыры болған, Константинополды жаулап алып, оны Стамбул деп қала қылып жасап шыққан, бүкіл арабыңды қолының астында, шығыс Еуропаны табанның астында ұстап отырған халық Ердоған кетсе құрып кетпейді. Мен бұл лекцияны Ердоғанды жамандайын, не түрікті жамандайын деп сөйлемейін. Менің бұл лекцияларды сөйлеудегі бүкіл мақсатым қазақ халқының саяси сауатын көтеру үшін ғана. Қазақ халқы саяси сауатты болса, қазақ құл болмайды. Саяси сауаттылық азаттықтың жартысы.
Саяси сауатты халық ешқашан жойылмайды. Саяси сауатты халық бодан болмайды. Құл болған халық, саяси сауатсыз халық, білімсіз халық бодан болады. Білімсіз халық басқалардың мәдениетін қабылдап жойылып кетеді. Білімсіз халық басқалардың өзіне өктемдігін мойындайды. Ал қазақтар ондай емеспіз. Енді тағы да Ресей саясатына қарайық. Ресей мен Түркия тарихта 12 рет, 14 рет соғысты. Осман Түркі империясы Орта Азиядағы түркі бауырларына ешқашан көмектесе алған жоқ. Тағы да Ақсақ Темірдің қателігіне ат басын бұруға тура келеді. Ақсақ Темір төре тұқымы болмағандықтан, Шыңғысханның тұқымы, Жошының тұқымы болмағандығынан, қазақ сияқты көшпенді халықты билеген Жошы хан. Арғы жегін айтсақ, Жошылар кімдер? Меркіттер. Сол Жошы ханның тұқымы, хан тұқымы болмағандығынан, ол анау Шыңғысханнан жалғасып, Кенесары ханымызға дейін жалғасып келе жатқан төре тұқымы билейтін әлемде тек Англияда ғана бар. Англиядан басқа елдерде сақталмаған. Ал бүкіл адамзатта тек түркі халықтарында, оның ішінде қазақ халқында сақталған төре тұқымы, яғни Жошының тұқымы билейтін осы жүйені Ақсақ Темір қиратқысы келді. Сөйтіп ол Мәскеуді, Москваны 3 рет өртеп тастаған Тоқтамыспен соғысты. Қазақтың Тоқтамыс ханы Москваны 3 мәрте өртеп жіберді. Өртеңге айналдырып жіберді. Күл өртең жасап жіберді. Сол Тоқтамыспен Ақсақ Темір Орта Азияда қатты соғысты. Адамзат тарихында болмаған бұндай сұмдық соғыс батыстың тарихында жазылды. Қазақтар бірден айтса болды, Жоңғармен соғысын айтады. Қазақпен мына Ақсақ Темірдің соғысы. Анығында Ақсақ Темір өзбек емес. Оны өзбектер бүгін доппасын кигізтіп, оған өзбектің палауын жегізтіп қойғанмен, Ақсақ Темір ол мына Ұлы Жүздің барласынан шыққан. Бабыр кім? Бабыр Дулаттан шыққан. Дулат кім? Ұлы Жүз Дулаттар. Осында Дулаттар барсыздар ма? Айтыңыздар. Міне, Дулаттар барсыздар ма? Тарихта біз көшпенділер ең құдіретті ел болғанбыз. Қытайдың тарихын оқы. Тұтасымен, Қаңлымен Жалайырды, Найманмен Керейді жазады. Неге? Құбылайдың генералдарының бәрі Жалайыр, Қаңлылар болды. Міне, тарих тұр. Тарих тұр. Мына Дулаттар, мына Үндістанды жаулап алып, Таж-Махалды салдырғандар. Дулаттар. Міне. Арғы дерегін қусаң, арғы ескі заманғы дерегін қусаң, біздің де Дулатпен қатысымыз бар. Оны атақты тарихшы Қабанбай Батырдың кітабын жазған Бейсенғали Садықан, Зейнолла Сәнік деген кісілер болды. Сол Зейнолла Сәнік марқұм жазып, осы Керей мен Дайманның ішіндегі кейбір рулардың Дулаттан шыққандығын жазып кеткен. Өзі Дулат емес. Неге? Тарих бойынша жазып отыр. Енді осыдан барып айтайық. Халық мәңгілік, билеуші тап уақыттық. Мына билеп отырған Назарбаев, Тоқаев болсын, мейлі Ердоған болсын, бұлар халықтың санасына мен қалқан боп тұрым, мен кетсем, сендер жойласыңдар дейді. Оттаған сөз. Оттаған сөз. Мен Қытай коммунистеріменен студент кезімде алысатымын. Сол кезде айтатымын. Компартия болмаса Қытай құриды дейді. Мен айтам, сендер 5000 жылдық тарихымыз бар деп мақтанасыңдар ғой десем, иә дейді. 5000 жылдық тарихы бар Қытай. Сонда күні кеше 21 жылы құрылған компартияға күндерін қарап қалды ма? Компартиясыз өткен 4900 жылдарын сонда бекер өткен болды ма дегенде, Қытайдың бізге сабақ беріп отырған профессоры ойланып қалып, ойпырай, сен көшпендінің тұқымы, сен қанша айтқанмен барлық нәрсені еркін, тәуелсіз ойлайтын, барлық нәрсеге челленджі жасай алатын көшпендінің
тәуелсіз ойлы қаны бар екен ғой сенде деп отыр. Неге? Олардың санасына сол сіңдірілген жаңағы профессордың өзі Қытай компартиясы Қытайды дамытып, өркендетіп, байытып отыр. Осы Қытай компартиясы болмаса Қытай құриды дегенге сеніп қалған. Компартиядан айлық алып отыр. Ай, Бәленбай университетте сабақ береді. Үйді алып қойған, Түгенбай үй алып қойған, майға беріп ақша тауып отыр. Жағдай жақсы, кітабы шығып отыр, телевизорда жүреді. Енді қайтеді? Қытай компартиясы ғана Қытайдың аузын аққа тигізіп отыр дейді да. Соған сенген, жан дінімен сенген. Ол бейне біздің Назарбаев құласа ақыр заман болады деп сенген қазақ сияқты. Кезінде Мау өлген кезде еңіреп жылаған Қытайлар. Мынау солтүстік Кореяда Ким Ир Сен өлді, одан кейін оның баласы өлді, екінші дәуір диктатор. Соны екеуі өлгенде де кәрістер бетін жыртып, жылап, қан жосап деді. Видеосы тұр, Гуглге кіріп жаңағы корейлер Ким Ир Сен өлгенде корейлердің жылағаны десеңіздер шығады тура. Телевизорда жылап жатыр. Ана эфирдегі жүргізуші аңырап жылап жатыр. Ана жылаған түрлеріне қарасаң құсқың келеді. Міне бұл бүкіл диктатор халыққа соны сіңдіреді. Мен болмасам мына халық құриды. Жоқ. Қазақ халқы ежелден бар. Заман ақыр, жер тақыр болғанша болады. Аспан алақандай, жер тебінгідей кезден бар бұл қазақ, қиямет қайымға дейін қазақ болып тұрады. Сондықтан мына Назарбаев Тоқаевтық режимді құтқарушы құдай деп түсінуді, Ердоғанды Түркияның құдайы деп түсінуді қою керек. Ол жай бір саясаткер, әулие емес, пайғамбар емес, пайғамбар түгілі сақабада емес, ешкімде емес, кәдімгі алаяқ саясаткер. Ана таққа бір отырып алғанда көтені құрттап кеткенше, жамбасы шіріп кеткенше тақта отыра бергісі келетін арамзалар. Міне әңгіме қайта жатыр. Сондықтан мен қайталап айтам. Болашақта Қазақстанда демократиялы жүйе орнатқанда мен бірақ мәрте халқым сайласа оның өзінде де бірақ мәрте билікте қызметте болам. Және халқым сайласа мен бір мәртеден артық отыр десеңдер де 1 миллион халық көшеге шығып ойбай, сен отырмасаң ақыр заман болады. Бүгін сен қызметіңді тапсырсаң, ертең күн батыстан шығып, қиямет басталады десе де отырмайым. Неге? Мен бендемін, пендемін, шикі сүт емгенмін. Мен де өзімді Назарбаев сезініп қалуым мүмкін. Мен болмасам қазақ құриды деген шайтандық идея мені жаулап алуы мүмкін. Неге? Пенденің бәрінде нәпсі бар. Сондықтан мемлекеттік жүйе, мемлекеттік құрылымда жеке тұлғаның басына супер билік беретін және оған табындыратын механизм болмауы керек. Бір халықтың тағдырын бір жеке тұлғаға байлап қоятын бұндай феодалдық идеядан халық арылуы керек. Ердоған өліп қалса да Түркия болады. Ердоған жоғалып кетсе де түрк халқы мәңгі жасайды, қияметке дейін. Назарбаев, Тоқаев және оның командасы жойылып кетсе де Қазақстан болады, қазақ болып қалады. Осыны біздің халқымыз түсінуі керек. Назарбаев өзін сендірді ме? Қытаймен арамыз ұстап тұрмыз, Ресеймен үй жоқ деме, үй сыртында жаңағы не дейді? Үй өзіңдікі деме, үй сыртында жаңағы дұшпан бар деп өстіп қазақ тілі тақырыбын ана маймылдарына көтертіп қояды. 30 жыл бойы бір маймылы бар. Өтірік қолдан жасалған Аппансе, бірақ Назарбаевтың телевизорынан түспейді. Назарбаевтың телеканалдарынан түспейтін, Назарбаевтың айлығын алып, Совет кезінде депутат болатын, Назарбаевтың айлығын алып, дипломат болатын, қолдан жасалған Аппансия бар. Хой, көтер дегенде қазақ тілі, айбай қазақ тілі дейді міне. Сөйтіп Назарбаев қазақтарды алдап, мың сан тақырыпқа назарын бұрып, Назарбаев болмаса, мына
Қазақстан болмайды деді. Осыдан арылу керекпіз. Менің сөзімнің бүгінгі түйіні осы. Тоқаевқа орай берейік. Тоқаев тигр дейді. Тоқаев тигр түгілі мышық та емес, мысық та емес. Былқ-былқ кеткен, тышқан көрсе тісі батпайтын кәрі алжыған мысық. Және ол орыс тіліндегі мысық. Енді қазақтар, орыстың Украинаға соғысы туралы өте көп сұрақ қойып жассыздар жекеге, YouTube-тың астында, мессенджерге, Фейсбуктегі өте көп сұрақ қойып жассыздар. Мен тағы қайталап айтамын. Соғыстың ақпаратын беруден жалықтым мен. Ойбай, Украинада 10 адам өліпті, ертең 20 адам өліпті. Ойбай, Ресей 30 зымыран атыпты, Украина оның 20-сын қағып түсіріпті. Ой, Зеленский жылап, маған қару беріңдер, маған зымыран беріңдер депті. Ойбай, Англия қолдаймын депті. Германия біз ақылдасып жатырмыз депті. Байден шал түген қаруды аттандырам депті деген бұл ақпараттарды айтқаннан мен шаршадым. Бұның барлығында арамза саясат тұр. Арамза саясат тұр. Қазақ соны түсінсін. Мұна жоғарда отырған құтқарушы құдай боп отырған, ана қарудың бәрін беріп отырған, анау керемет адамдық құқық, демократия деп отырған сұмырайлардың бәрі жеке бастық амбициясынан ары аса алмайды. Украинға жанашып отырған ешкімі жоқ. Олар Путинмен бизнес жасап отырғанда бар ішінде. Газ алып отырғаны бар. Путин газды тоқтатып қойғанда $миллиард зиян шегіп, Путинға жалынып жалпайғанда Путин кнопкасын басып, құбырдағы газды жібергенде $миллиард пайда тауып отырған сұмырайлар Украинға көмектеседі дегенге кім сенеді? Украин халқы обал болып отыр. Бірақ Зеленскийдің батырлығына, ерлігіне бас имей шара жоқ. Зеленский батыр. Және оның айналасына топтасқан Украин халқының батырлығына әңгіме жоқ. Біздің қазақтар дәл Украин сияқты бола алғанда біз тәуелсіз боламыз. Украин қалай орысшылдықтан арылды? Украин қалай колонизациялық ұғымнан арылды? Украиндағы отарсыздандыру, Украиндағы деколонизация қалай іске асты? 2009 жылдан басталды. 2009 жылы Украин билігі бүкіл дүние жүзі деңгейінде Совет одағының 1931-1933 жылы 2,5 миллион Украинды қолдан жасалған аштық арқылы қырып тастағанын дүние жүзілік деңгейде атап өткеннен бастап Украин ұлтшылдығы оянды, және Ресей империализміне деген, Ресей отаршылдығына деген, Ресей шапқыншыларына деген өшпенділік оянды. Мен адамдарды кекпен өмір сүр демеймін, бірақ ұлтымыздың қасіретті тарихын ұмытуға болмайды. 1931-1933 жылы Совет одағы, орыс империалистері, орыс басқыншылары, орыс шапқыншылары, біздің ата жауымыз орыстар 4,5 миллионда 5 миллион қазақты қырып тастады. Қырылған қазақ анау Қызылжар Керекуден, ең солтүстік батысы Орал, Ақтау, Ақтөбеден, шығысы Семей, Өскемен, жер жаннаты Жетісу, Тараз, Қызылорда, Түркістан, Шымкент, мынау Жезқазған, Қарағанды, қазақ даласының бүкіл жерінде қазақтың сүйегі ақ сөңке болып шашылып қалды. Киіз үйдің туырлығы түрілмей, киіз үйдің шаңырағы ашылмай, туырлығы түрілмей қалды. Өлген қазақты жерлейтін тірі қазақ қалмай қалды. Руымен, тайпасымен, ауылымен қырылып қалды қазақ. Осы ашынышты тарихты біз ұмытпауға тиіспіз.
Украинаның ұлтшылдығының оянуы осы тарихты 2009 жылы атап өткеннен басталды. Біздің ұлтсыз дануымыз 2009 жылы үнсіз қалуымыздан басталды. Украин Мәскеушіл, Путиншіл билікті қалай құлатты, Украин ұшқан құстай дамыды. Ал біз Мәскеушіл, Путиншіл және Қытайшіл билікті құтқарушы Құдай деп, қолдан Құдай жасап табындық. Бізбен Украинның айырмасы осы. Қазақ пен Украинның айырмасы осы. Осыны түсінейік, қазақтар. Әрине, түрк мәселесі бұл жолғы соғыста өте маңызды рөл атқарады. Егер Еуропа мен Америка тарихтағы үлкен қателігін қайталап, түріктерді түрпекке қоймаса, онда орыс ең бір күшті қуатты серікке ие болады. Онда ол үлкен қателік болады. Онда орыс күшейеді. Бұл соғыс тіпті де жалғасады. Бұл соғыс тіпті жалғасады. Қазір түрік пен Швецияның ортасында қайшылық күннен күнге ушығып тұр. Түрік пен Финландия ортасында қайшылық ушығып тұр. Түріктің елшілігінің алдында анау еуропалық саясаткердің Құран кәрімді өртеуі жалғасып тұр. Неге? Түркия оларды НАТОға мүшелікке соған сенді. Мына зарядқа қоям, 1 минут, е. Ананда зарядқа қоям. Мына мен екі телефонда қатар сөйлеп жатырмын ғой. Сондықтан мына Facebook'ке қарағанда YouTube'ке қарамайым, YouTube'ке қарағанда Facebook'ке қарамайым. Сол екеуіне қатар қарап сөйлеп жатырмын. Түсінерсіздер, екі телефонды қатар қойып сөйлеп жатырмын. Енді біреулер YouTube көреді, біреулер Facebook көреді. Әркімнің бір өзінің артықшылығы бар. Facebook'те бөлісу көбейеді, мысалы, бөліседі. YouTube'тен бөлісе алмайды, бірақ сілтемен алып, WhatsApp арқылы, неше түрлі мессенджер арқылы таратуға болады деген сияқты. Міне әңгіме қайда жатыр. Түркия сөйтіп Грекия мәселесінде Еуропа Америкамен үлкен қақтығысы бар. Және Сирия мәселесінде Еуропа Түркияға уәде қылған қаржылық көмегін бермей отыр. 5-6 миллион босқынды кім қабылдады? Еуропа ма? Жоқ, Түркия қабылдады. Адамзат тарихында бір мемлекет өз халқының 10-нан біріндей босқын қабылдаған ел болды ма тарихта? Ол Түркия. 5-6 миллион сириялықты паналатып отыр. Бәленбай ауған бар, Иран бар, паналап отыр. Бірақ сол босқындарды Еуропаға жібермей Түркия ұстап отыр. Бірақ Еуропа Түркияға тиісті уәде қылған қаражатын бермей отыр. Бұл да қайшылық. Ал Сириядағы қарулы күштер түріктерге шабуыл жасап жатыр. Неге? Сирияда қансы қарулы күш? Башар Асадтың қарулы күші және күрд қарулы күштері бар. Ал бірақ НАТОның заңы бойынша, НАТОның құрамындағы ел, НАТОның құрамында қандай да бір елге сырттан әскери шабуыл жасалғаны, ол тұтас НАТОға жасалған әскери шабуыл ретінде қарастырамыз деген жарғы бұл жерде ойнамай қалып, Башар Асадтың Түркияға және күрд қарулы күштерінің Түркияға жасаған шабуылына НАТО елеусіз қарап отыр. Түрік айтады, өзің соғыс дейді. Бұның барлығы Түркияның наразылығын тудырады. Бірақ бұл жерде Ердоғанның өзінің саяси амбициясы бар. Ердоғанның саяси амбициясы бар. Ол не? Ол бұның барлығы оған қолайлы. Сөйтіп ол Еуропамен, Америкамен ұстасқысы келеді. Ол Еуропа Американы ұнатпайды. Неге? Ол диктатор. Оның бүйрегі Путинге, Ши Цзиньпинге бұрып тұр. Неге? Бұлардың материалы бірдей. Ши Цзиньпин де диктатор, Путин де диктатор, Назарбаев, Тоқаев та диктатор, Мирзаев де диктатор. Диктаторлар бірін-бірі искеп табады. Мына адам реал өмірде де солай, қараш.
Ақ көңіл, аңқылдақ бір жігіттер қалай болады? Қыздар ақ көңіл, аңқылдақ қыз жігіттермен дос болады. Арамза қулармен дос болады. Ішкіштер, оның достары ішкіштер болады. Өсекшілер, олардың достары өсекшілер болады. Міне, сондай болады. Ана бір жүргіш, жер әлемді құртатын, бір өмірде де мына қысқаша өте сүйкімсіз сондайлар өңкей со сияқтыларды бірін-бірі іздеп табады. Диктаторлар бірін-бірі иіскеп, Африкадан иіскеп, Азиядан иіскеп, анағұрлық, мұнағұрлықтан иіскеп жүріп, диктаторлар бірін-бірі табады. Әңгіме осында жатыр. Әңгіме осында жатыр. Әрине, бұл жерде Ердоғанның тағы бір саяси амбициясы түрік халқының мүддесінен биікте тұр. Ол не? Петқолла Гүлен дейтін ұғым бар. Петқолла Гүлен деген ұғым не? Қазақстанда ең алғаш Советтің іріп шіріген оқу жүйесінен бөлек батыстық стандарттағы оқу жүйесін таза әділ оқытатын, мықты оқытатын түрік қазақ лицейін құрған адам Петқолла Гүлен. Қазақстандағы ең алғаш Петқоллашылардың діни ағымын, медреселерін, пансионаттарын құрған адам Петқолла Гүлен. Бұл Петқолла Гүленшілер дәл қазір Қазақстанның бүкіл ақын жазушыларын алып алды. Бүкіл ақын жазушы. Кімде кімнің кітабы баспадан шығатын болса, ол міндетті түрде бірінші кезекте оның кітабы халыққа керек па, керек емес па? Ол маңызды емес. Ол бірінші Петқолла Гүленші ма, емес па соған қарайды. Егер ол Петқоллашы Гүленші болса, оның кітабы мемлекеттің қаржысымен баспадан шығады. Егер ол Петқоллашы немесе Гүленші болмаса, ол ақынның жүргеші өтпейді, жазушылар одағында қарсы алынбайды, оның кітабы шықпайды, оның мақаласы, әңгімесі, өлеңі газетте, журналда жарияланбайды. Неге? Петқолла Гүленнің ағымындағы ақын жазушы бүкіл Қазақстанның баспасөзін, бүкіл кітапханасын, бүкіл редакциясын, бүкіл телеканалын, бүкіл радиосын ұстап алды. Қазірге дейін бүкіл Қазақстанның ақын жазушылар, бүкіл редакция Петқолла Гүленнің нанымына нанған ағымдағы ақын жазушылардың қолында. Редакторлар да солай. Бірақ Петқолла Гүленшілер Қытайдағы қазақтар қамауда жатқанда олардың бірде біреуі келіп бізге көмек берген жоқ, рухани қолдаған жоқ, постымызды бөліскен жоқ. Ол шындық. Қазір Қазақстанда Сауди Арабия қаржыландырған, кейін Ердоғанның ұлы, аты кім еді? Ердоғанның Жіңішке Сарыұлының аты. Ой, ұмытып қалам соның атын. Ана Бекболат Тілеуқанға сопылардың чапанын жабатын. Ердоғанның ұлы бар еді ғой. Инстаграмда бір видеосы бар, қайсыңызда бар, маған жекеге жіберіп беріңіздерші, мессенджермен. Серікжан Біләшұлы деген парақшамда. Анау Бекболат Тілеуқан о деп аңырап ананың алтында ән айтады. Анау төрде отыр Ердоғанның ұлы. Бекболат есікке босаға қойып қойыпты. Ол аңырап ән айтып отыр, концерт қойып. Анау бір қожайын, анау бір бейшара құл сияқты да. Сөйтсе, бір басқаша стилдегі бір шапанды Бекболатқа жауады. Ол бейшара анау өзінің бастығының тілін түсінбейді екен, аудармашымен түсінеді екен. Анау Ердоғанның ұлы Бекболаттың бастығы болып отыр ғой. Көшпенділердің бірдеңе қоғамы дейтін қоғам бар, соның бастығы сол. Бекболат соның орынбасары болып, содан нәпақа алып отыр ғой. Енді қара. Содан Бекболат аудармашы, ортада бір аудармашы бар екен. Мынау не шапан деп сұраса айтады, бұл біздегі дәруштердің, сопылардың шапаны дейді. Бекболат Тілеуқан Қазақстанда бірінші кіммен жау? Сопылармен, сол дәруштермен жау. Сопылармен жау. Мына Сметолла Мақсум,
Саятов Рай деген зікірші сопыларды соттатқан сол Бекболат Тілеуқандар, Қайрат Сатыбалды, сол оқабистер. Сол оқабистер мына зікірші сопыларды соттатты. Неге соттатты? Бұл жерде әңгіме жаңағы Сметолла Мақсум Ауғанстанның қазағы, артынан Санжар Керімбай, Рахат Мамырбек, анау мынау кім еді анау? Ғалым Боқаш, мына қазіргі Қасым Аман Жол Азаттық радиосындағы. Мына Абзал Құспан, Сәуле Әбілдақан, Зікірия Жандарбек деген қалың ілесушілерін ілестіріп ап, бұлар Қазақстан ұлттық телеарнасы мен Қазақстан ұлттық радиосын жаулап алды ғой. Сонымен біздің ұлттық телерадиомыз зікіршілердің қолына өтіп кетті. Бұл уақабистерге ұнамай қалды. Назарбаевтың інісі Сатыбалдыға ұнамай қалды. Сонымен олар қайтты, жаңағы Сметолла Мақсумды соттатты. Ол Сметолла Мақсумды қолдаған қолдаушы кім еді? Мына қазақтар жақсы көретін Иманғали Тасмағамбет деген кісі болды. Иманғали Тасмағамбет сол Назарбаевтың ең сенімді серігі болды. Отыр десе отыратын, тұр десе тұратын, өл десе өлетін серігі болды. Арон Атабекті соттатқан кім? Сол Иманғалилар, Назарбаевтың кадры болды. Енді қара. Сол жаңа Сметолла Мақсумды зікіршіні соны алдырып, соған үйім құрғыздып, ғимарат беріп, мешіттер салып беріп, сол зікіршінің шәкірті болған Ғалым Боқаш дегенді Алматыдағы ұлттық телеарнаның жай саяси шолушысы болып отырған 71 жылғы Ғалым Боқашты бірден вертолетпен ұшырып отырып, Алматы қаласының орынбасары әкімі жасады. Оғанда жақсаны офисі бұрын ұлттық арна деді, ана желтоқсанда қан төгілген алаңды кесіп өтті де қиғаштап барып, әкімшіліктен бір ақшаға келді. Енді бұл зікірші сопыларды уақабистер соттады. Неге? Билікте уақабистер өзінің күшін көбейткісі келді. Енді сол Түркияға қашып барып паналап отырған уақабистің рухани пайғамбарын Бекболатты қорлағандай болып, оған сопылардың шапанын жауып қоя батыр қоянды. Масқаралап отырма, жоқ, амалың жоқ, ненің шапанын жапсам да көнесің деп отырма, өктемдігі ма, өзі біледі. Енді Субханалла деп Бекболат қанша мәрте шошып кетті екен, шірік деп жылады ма екен білмейміз енді. Енді Қазақстанда қазір діни осындай секталардың көсемдері саяси күреске келе жатыр. Жаңағы Бекболат және оның командасындағылар депутаттыққа түсіп жатыр. Ал жаңа сопылардың кезіндегі күшкі болған Абзал Құспандар депутаттыққа түсіп жатыр. Демек, Қазақстанда алдағы уақытта уақабистер, зікірші сопылар және петқоллашылар болып, діни жағынан Қазақстанда үлкен талас тартыс басталған тұр. Петқоллашыларда оңай шағылатын жаңғақ емес. Олардың артында петқолланың үлкен қаржылық, ақпараттық, идеологиялық көмегі тұр. Петқоллашылар Қазақстанның біраз жерін алып қойды. Ал уақабистер өте бай, оларға Саудияның қаржылай көмегі бар. Ал жаңағы зікірші сопылардың артында Ресей Путин тұр, Иран тұр. Ортасында анағанда аузы аңқайып, мынағанда аузы аңқайып, құлқуалланы дұрыстап екі қайырса әулие екен деп табынып, аңқау, надан, саяси, сауатсыз қазақ отыр. Сондықтан саяси сауатты болайық, саяси сауаттылық азаттықтың кепілі. Саяси сауатты халық бодан болмайды, құл болмайды. Аман болайық, қалың елің қазағым. Біз әр қазақ менің жалғызым дейтін қазақпыз. Біз қазақтың табанына кірген шөгір менің маңдайыма кірсін дейтін қазақпыз. Біз қазақ үшін ұстаған жерде қолымыз, тістеген жерде тісіміз қалатын қазақпыз. Сондықтан қалың елім қазағым,
Қазақты саяси сауатты қылу күресіне сіз боп, біз боп ортаға атсалысайық. Неге? Қазақты ешқандай бір супермен келіп құтқармайды. Көктен Иса пайғамбар түспейді, қашан түсетінін айтқан жоқ әлі. Жерден Махди шықпайды. Ертөстік батыр келмейді, ол өліп кеткен. Ертөстік асылып өлді, күйіктен өлді, өздерің соттап жібердіңдер 174-ші бап бойынша. Не, Назарбаев Тоқаев сатып алды, ертөстік депутат қып жіберді, бір ауылға әкім қып тастады. Бітті болды, ертөстік жоқ. Қобыланды батыр жоқ, Арқалық батыр жоқ, Қабанбай батыр жоқ. Қазақтың өзі құтқарады. Қазақты мен де құтқара алмаймын. Мен Серікжан Біләшұлы құтқара алмаймын. Мен ондай ауыр міндетті арқалай алмаймын. Маған көктен уақи түсіп, бір WhatsApp-пен сообщение кеп жатқан жоқ қарыштан. Маған құйылып тұрған ақша жоқ. Мен кітабымды шығарайын десем шығара алмаймын. Менде хатшы да жоқ. Келген хаттарға күніне 2000-нан артық мессенджерге хат келеді. Жауап бере алмаймын, ренжиді елдер. Қазақты Әбілязов та құтқара алмайды. Мен өзімнің шамам келетін жұмысымды ғана істеймін. Ол қазақты саяси, танымдық, тарихи, нанымдық тұрғыдан ағарту. Қазақты ояту менің міндетім. Енді сенің де міндетің бар. Сен де айналаңды оят. Өзің оянсаң, әйелің оят. Әке шешең оят. Құда жек жатыңды оят. Бұрынғы жора жолдасыңды оят. Сыныптасыңды оят, курстасыңды оят, армиядағы саптасыңды оят, досыңды оят, көршіңді оят. 60 апа 70 жездеңді оят. Сөйтіп бүкіл қазақ оянған кезде, оянған санасы ашық саяси сауатты қазақтан сонда барып азат қазақ мемлекетін құрып шығамыз. Бүгінгі сәбет сасыған, орыс сасыған, екі қолы қазақтың қанына малынған, қазақтың ырыздығын ұрдап жырдап жеген ұры-қары қарақшы суайттардан жаңа Қазақстан құрылмайды. Осыны барлық қазақ білуі керек. Аман болайық, сау болайық. Қазақстанда демократиялық жүйені орнататын жалғыз жол Атажұрт партиясына мүше болу. Атажұрт партиясының артында тұтас адамзаттық қауымдастық тұр. Атажұрт партиясы партия болып құрылмай тұрып, Қытай геноцидін әшкерелеп, Шыңжаң, Шығыс Түркістандағы адамзатқа қарсы геноцидті әлем алдында әшкерелеп, Қытайды санкциядан санкцияның астында қалтырған, мынау Қытай дейтін қызыл империяның қазір шаңырағын шайқалтып отырған партия. Енді ол тек қазақтың бір бөлігі, яғни Қытай басып алған ежелгі қазақ жеріндегі, қазақ хандығының, қазақ мемлекетінің шығыс бөлігіндегі 5 миллион қазақтың тағдыры емес, күллі жер бетіндегі бүкіл қазақтың тағдырын мойнына жүк қылып арқалап отыр. Міне, бүкіл қазақты бақытты қыламыз десек, Атажұрт партиясына мүше болыңыздар, Атажұрт партиясын қолдаңыздар. Біз Қазақстанда әділ сайлауды іске асырамыз. Әр қазақ өзінің туған жерінде өскен өзінің ұлын сайлайтын, өзінің қызын сайлайтын. Сырттан ешқандай біреу тайпасы руына қарай батысқа барып әкім болмайтын. Ана Қаскелеңнің шапыраштысы барып Ақтау, Орал, Ақтөбенің әкімі болып, судьясы болып, полициясының бастығына дейін бәрін сол шапырашты билейтін мына заманды аяқтатамыз. Рулық, тайпалық бөліністі, жіктелісті аяқтатамыз. Әрбір қазақ өзінің ауылынан өзінің сенімді адамын таңдап әкім сайлайды. Және ол әкім тек 4 жыл отырады. Басы алтын, бір жері күміс болса да екінші болмайды. Әрбір өзінің табысын дәлелдей алмаған, арам ақшамен қымбат көлік, қымбат үй алған, және көп ақшаға шетелге ұлы қызын оқытқанның бәрі, ақшасының келу қайнарын дәлелдей алмағанның бәрі сотталады. Мынау билікте отырған бүкіл ұры-қары қарақшы, анау ең жоғарғысы министр, премьер-министр, депутаттан тартып, ең аяғы ауылдың әкімі, ауданның әкімі, полицияның бастығы, прокуратураның бастығы, судья бәрі бүкіл түгел дерлік
бүкіл осы қазақты 30 жыл бойы езіп келген осы қанаушы таптың барлығын дерлік дәлелімен, фактісімен тергеп, тексеріп, түрмеге тығып, түрмедегі нақақ сотталғандар, немесе тиісті жазасынан артық сотталғандардың бәрін ақтап алып шығамыз. Қазақстандағы бүкіл денсаулық саласынан тартып, бала бақшадан университетке дейінгі жүйенің бәрін өзгертеміз. Бүкіл күштік құрылымдарды демократияландырамыз. Америка, Еуропадан тұтас мамандарды алып келіп, қазақтың ауылының әкімінен тартып, ең жоғарғы соттың судьясына, бас сотшысына дейін батыстық мамандардың тәрбиесінен өткіземіз. Сөйтіп, Қазақстанды батыстық демократиялық жүйелі елге айналдырамыз. Ешқандай діни сектаға басымдылық бермейміз. Ешқандай руға, тайпаға басымдылық бермейміз. Адам құқы қорғалады. Әрбір қазақ жердің астындағы және үстіндегі байлыққа ие болатын. Әрбір қазақтың баласы дүниеге келгенде есеп шотына бәленбай миллион доллар мұнай, газдан, ураннан түскен табыс есеп шотына түсіп отыратын. Әрбір қазақ миллионер болып өмір сүретін мемлекетті біз құрып шығамыз. Ендеше қазақты ояту күресіне бізбен бірге ат салсыңыздар. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы. Сау болыңыздар.